Ақ кеме. Шыңғыс Айтматовтың алғашқы кесек туындыларының бірі. Бұл повест әдебиет әлемінің мәңгілік тақырыбы, жақсылық пен жамандық, ақ пен қара, адам мен табиғат арақатынасын арқау етеді. Басты кейіпкер Момын қарттың арманы асқақ қиялы ұшқыр немересі. Ол екі ертегі білетін. Біреуі өзінен басқа тірі жанға белгісіз сәби қиялынан туған, екіншісін атасы айтып берген. Әкесін ешқашан көрмеген, анасы іздеп те келмейтін жас бала орманның көркем табиғатымен тілдеседі. Оған гүлдер де, тастар да үн қатады. Бұ дүниеде баланың арқа тұтар, үміт күтер жанашыр бір адамы болса, осы Момын. Атасы баладан жанын аямайды, үстіне түсіп елпек қағатта жүреді. Бірде атасы оған су жаңа портфель сатып әперді. Қуанышы қойнына симаған бала жаңа бұйымын жанынан тастамай, енді жан сырын сөмкесіне айтатын болды. Құдіретті Енесай аңғарында екі жетімекті аман алып қалған бұғы ана туралы аңыз бала күткен таңғажайыпқа асықтыра түседі. Бұғы әулетінің жауға шапқанда бәйгі балуанға түскенде айтатын ұраны бұғы болды. Киеден иек еткен бір күні қайырымсыз оразқұл алаңсыз жайылып жүрген маралды атып алады. Өкініштісі, оған Момын шалда қарсы тұра алмайды. Сарайдың іргесінде жатқан мүйізді маралдың басын көргенде баланың тұла бойы түршігіп, үстіне мұздай су құйып жібергендей қалшылдай жөнелді. Күні кеше ғана осы мүйізді бұғы ана өзеннің арғы бетінен балаға мейірлене қадала көп қараған жоқ бет. Армандары ада болған балаға басқа жол қалмаған еді. Әділетсіз әлемді тәрк еткен ол балыққа айналып кете барды.